Еліміздің оңтүстік астанасы Алматы қаласындамыз. Армағайын бүгін мың бала жобасы Қазақстандағы ең үлкен жоғарғы оқу орындарының бірі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде. Бүгін біздің кастингіміз жоғарғы деңгейде өтетініне сеніміз мол. Сіздерге кастингтің ең қызықты сәттерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жалпы енді қазіргі таңда қазақ тілді контенттер көп деп ойлайсың ба? Қазақ тілді контент жоқ, әсіресе IT саласында шетелден келетін мамандықтарда көбінесе жоқ, қазақ тілді дамыту керек. Қалай дамытуға болады? Қалай дамытуға болады? Өзің ойың, ұсынысың кішігірім. Жай ғана мамандықтың иесі болу керек, жақсы маман иесі болу керек. Қазақ тілге аударып үйрету керек, болды. Бізде мүмкіндіктер өте көп, шексіз мүмкіндіктер деп айтқым келеді. Мүмкіндіктер мекені Казгу. Болды бір-ақ сөз. Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті әлем бойынша үздік университеттің бірі. Ол дәлелденген. Білімі де, жүйесі де, ішкі сыртқы жүйесі де өте жақсы. Өзіме ұнайды. Бәріне советую етемін. Жалпы енді әлеуметтік желіде қазақ тілді контенттер қарайсыз ба? Иә, әрине. Кімдерді қарайсыз? Сізді көремін TikTok-тан. TikTok-тан көріп сохранить етіп қойғам. Негізі көп блогерларды бұлай қарағанның өзінде де мен есіме сақтап, бұлай жаттап жүруге шамам келмейді. Жалпы енді Қазақстанда әрмен қарай қазақ тілдегі контенттерді жоғары деңгейге көтеру үшін қандай әрекеттер жасау керек? Біздер қазір өзіміздің универдің, яғни университеттің ішінде, организациялардың ішінде әрбір қандай жарнама болсын, реклама, жарнама, анкета болсын, сон барлығын екі тілде қатар алуға тырысып жүріп, негізі басты мән мағына бізге қазақ тілге беріледі. Ең бірінші қазақ тілінде жарнама жасап, анкетаны қазақша айтамыз, барлық информация, барлық ақпаратты. Одан кейін орысша керек қажет болса ағылшынша да айтып береміз. Жақсы, рахмет, шығармашылық сәттіліктер. Рахмет. Біз осы блогерлікке қызығып, немесе өзінің өнерін әлеуметтік желі арқылы дамытып, өзін осы TikTok, Instagram арқылы көрсеткісі келіп жүрген студенттер, жастар, дарынды балаларды жинағымыз келеді. Себебі біз соларды осы біздің Алматы хаусқа біріктіріп, 3 ай бойына дайындағымыз келеді. Осы блогерлікке, тиктокерлікке дайындап, оқытып, әрі қарай контент жасайтындай деңгейге жеткізгіміз келеді. Бәріне сәлем, мен есімім Бекетов Мұратжан. Жасым 21-де Алматы қаласынан боламын. Алматы технологиялық университетінде қазір 3-ші курс студентімін. Мен бұл жобаға келген себебім қазақ тілді контентті дамыту. Енді профессионалмын деп айта алмаймын, енді үйрену. Әнді сол. Рэптен басқа? Рэптен басқа, енді вокалға тоже қатысын деп айта алмаймын, но дауыс бар деп айтады. Шағын үзінді? Шағын үзінді? Кез келген өлеңде. Хорошо. Келесің сен жүріп көшеде, өзіңменен беріп көшеде, жолмен келемін алаңдай, танысу амалын таба алмай, келеді таңым атпай, жаным тыным таппай, артымнан қалмай, есіміңді айтпай, елес болдың көзге, түседі қыздар өзге, іздеп келімен, сұлу қызым тоқта ойым сенімен кетті лейди, келші бері жаныма тез құшағыма енбей, өйткені ең сүйкімдісің, мәңгілікке созылады бұл әнім. Сериалға идеяларың бар, сценарий жайлап жазып бастадың, бос кезде сол жазып. Хорошо, бізге сосын ұсынасың, бізде де сериалға идеялар бар. Хорошо. Жобасын жасайтын, веб-сериал түсіретін, Хорошо, ол туралы бөлек талқылаймыз. Пока отыра бер. Рахмет. Сәлем, мен есімім Лұқпан, 25-17-тен биыл 11-ші сынып оқимын. Осында келген себебім мен мамандығым актер, сондықтан өнерімді дамытсам деген ойдамын. Музыкальный инструментті ойнаймын деп жазасың жерге? Қандай? Гитара, домбыра. Кәсіби түрде? Хобби ретінде ғой. Қазір бар ма? Ол қазір ойнап көрсетесің,
Кім бастайды? Сен баста. Қара көз ең алғашқы сүйген қызым, көктемім жазым менің көзім қысым. Армандап жыл мезгілін қалай күтсем, ол да менің көптен күткен ақыл құсым. Қалар ма махаббаттың қаламқасы, қолдан ұштау қанатты қарлығашың. Аялап аймалаған көздерімді, қалайша сен есімнен шығарасың. Алтыным менің, кете бардың амалың жоқ қала бердің. Жүрегім кеудемде сыймайды-ау, сол менің жүрегімді қинайды-ау. Алтыным менің, кете бардың амалың жоқ қала бердің. Жүрегім кеудемде сыймайды-ау, сол менің жүрегімді қинайды-ау. Басқа осы мен негізі домбыра әкеледі деп ойлағам бір бала. Домбыра әкеледі деп ойлағам. Сосын гитарадан домбыраны көбірек ойнаймын да, мынадан не ғой? Просто музыка ғой, аккордын үйреніп аласың болды. Ал домбырада уже 20 неше күй біледі. Көргеніме қуаныштымын. Есімім Әсем. Өзім Түркістан облысы Түлкібас ауданынан боламын, Тұрар Рысқұлов ауылынан. Жасым 17-те бірінші курс студенті Казумо университетінің ПФИ факультеті. Қызығушылыққа келсек, ең бірінші мен видео түсірген қатын атам, дәл тикток видеолар емес, 15 секундты көбінесе андай фильмге ұқсайтын. Түрлі сценарий құрып, кішкентай кезде істейтін, бірақ критикадан кейін қойып кеттім оны. Тіпті блогер болған кездерім бар. Иногда кринж ұстаймын көрген кезде. Тағы қызығушылықтардан биді қатты ұнатам. Ұлттық биді кішкентай кезімнен бастап билегем, 7-ші сыныпқа дейін 5 жылдай. Содан кейін биге икемім жақсы. Тағы дебатыға қатысқанын ұнатам. Бірақ орыс тілінде, сонда теория жағынан орыс тілін жақсы сөйлеймін, практикада қазақ тілін көбінесе қолданамын. Сіздер бір ситуация берсеңіздер, дайындаған жоқ едім, просто актерлық. Жақсы. Осы кастингке студенттерді қызықтырып шақырыңыз. Видео секілді ғой, Видео секілді ғой, Да, видео обращение, да? Сәлем, құрметті жасөспірім. Бүгінгі қазіргі Қазақстанда ең бірінші рет TikTok House қазақ тілінде өтпекші. Егер кастингке келгің келсе, өзіңді бар жағынан көрсетуге тырыс. Әлемнің түпкір-түпкірінен, то есть еліміздің түпкір-түпкірінен талантты жастарды жинап, керемет, танымал болатын жаңа TikTok House ашып, сенің талантыңды әрі қарай дамытуға тырысамыз. Сені күтеміз. Салауатты бол. Жігіт тастап кеткен қыз. Әртүрлі болады ғой, қиналайын ба? Сізде бір видео бар ғой, душта қайдыратын да? Сол өтпей қалды, 2 күн сүргене. Күшті видео бар сондай. Ромео! Ромео! Жүрегімді беріп ғой. Ол қайтып оралуға шешім қабылдады. Осы мұрай. Талғар қаласынан 20 жастан, Алматы облысы. 8 жасымнан 2-ші курсыма дейін домбыра тартқам, кәсіби түрде ойнағам, бірақ сосын домбырам сынғанға дейін. Алматы облысының чемпионы бокстан, кандидат мастер спорта, 2 дүркін Қазақстан чемпионы ММА-дан мастер спорта. Акробатический данный
жақсы. Сальто, там задний, стрекоза, передний, арабский без разницы. Керекті данный бар деп ойлаймын өзімде. Особенно осы мың балада. Қазақша сөйлей алам, домбыра шерте алам, бит жазам, трек жазам, бірақ трек бәрі орысша, және оқитын болсам қазір мына жерде бәрін пипек айту керек. Сол. Текст сонда есінде көбіне? Бұл қазақша жаза алам, просто оған қазақша жаза алам, бірақ жазбаппын әлі күнге дейін. Есімім Назерке, негізі Тараз қаласынан болам. Көп болған жоқ, осында көшіп келдік. Казгуды бітірдім осы жылы. Казгуды осы жылы бітірдім. Жасым 22-де. Биден хореограф опытым бар. Где-то 8 ай, кажется. Осы кей-поп билейсіз сонда, е? Кей-поп, я өзімде шығарам бей. Қазір билеп бере аласыз? Музыкасы дайын ба? Я дайын. Шамалым. Қалтай Диас Ғаниұлы. Мен Қызылорда қаласынан болам. Осы Алматы қаласына 2020 жылы бітірген түлекпен осы Алматы қаласына оқуға түстім, Сәтбаев университетіне. Мен бұл жобаға келу себебім, жалпы мен карантин уақыт болды 2019-да. Сол кезде өзімді іздей бастадым. Ол көп адамға жақсы әсер етті деп ойлаймын. Карантин уақытында түрлі нәрсемен айналыстым. Қолымнан не келеді екен көргім келді. Мен ауылда болдым, сосын менде ноутбук болды, және де өзімнің телефоным болды. Samsung болды ол кезде де. Мен видео түсіріп, өзімнің қызығушылығымды арттырғым келді. Басында мен өлеңмен айналыстым, музыка саласында кіргім келді. Музыка саласында бит жазып көрдім, тырысып. Күшті биттер шықты деп айта аламын, бірақ өзім базовый FL Studio білімді өзім үйрене білдім. Одан кейін трек жазып көрдім. Текст жазам, негізі бұрын оқушы кезден жаңағыдай өзім тексттер жазам, мәтін жазып, әуендерге солай жазып шығарып көрдім. Оны кәдімгі тіпті ресми платформаларға да салып көрдім. Бірақ ол өзіме енді қазіргі таңда ұнамайды өзіме. Бірақ сәтті шыққаны бар шығар деп ойлаймын ол музыкалардан. Одан кейін ол 2000 мектеп бітірдім. Бірінші курс бізде онлайн болды, университет. Онлайн болғандықтан мен үйде отырдым көбінесе. Жұмыс жасадым, бірақ сол үйде көп бос уақытым болды. Бос уақытымда мен TikTok түсіріп бастадым. Сол TikTok түсіріп бастадым. Менің контентім ағартушылық деп айтсам, андай қатты кеткен сияқты болады шығар. Мен география, тарих, тағы да білім саласына арналған контент болды менікі. Бір видео жүктеп көрдім. Ол басында көп жармады. Кейін 2000 просмотр жинады.
ол маған мотивация болды. Ары қарай мен тағы да видеолар сала бердім. Сөйтіп бірінші курстың майдан июльге дейін 25 000 подписчик жиналды, жазылушы оқырман жиналды. Бұл маған үлкен мотивация болды. Ары қарай мен стипендиямның барлығын осындай микрофон, софтбокс, камера, iPhone алдым, сөйтіп жұмыс істеп, осыны дамытқым келді ары қарай. Одан кейін енді екінші курсқа келдік, біз ол офлайн болды, офлайн түрде болғандықтан жаңағыдай сабақ қиындап кетті, жатақханаға бізді орналастырды, бірақ жатақханада мен өзімнің қызығушылығым жоғалтқан жоқпын, бірақ ол жерде өте ыңғайсыз, жанында адамдар болады, олар сені түсінбейді бір жағынан ол жерде дискомфорт болды ол жерде түсіру. Университетте де ыңғайсыз болды, бірақ сонда да арасында 3 апта, 2 апта, ай сайын сөйтіп арасын видеолардан ұзартып түсіріп жүрдім. Қазір 30 000 оқырман бар TikTok арнамда, ал YouTube арнамда 5 000 оқырман бар. Менің басты контентім сол жаңағыдай факт и топ, және де мен өзім андай саяси бағытты араласқан ұнатам, бірақ өзімнің ойларымды, пікірімді айтқым келіп, солай саяси бағытта өзімді танытқым келеді. Қараған кезде маған өзіме түсінетін, сіздерде мені түсінетін хаус секілді көрінді, және де осы TikTok хаустың мақсаты айқын, болашағы жарқын деп ойлаймын өзім. Жақсы дейсіз, сонда отыра бер. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Аты жөнім Мысырқызы Мадина болады. Казгудағы филология факультетінің 2-ші курс студентімін. Мамандығым екі шет тілі. Негізі өзім өнер жолындағы адамын, және де көптеген хоббиларым бар. Ән айтамын, домбыра және де гитара аспаптарында ойнап жүрмін. Негізінде менің бағымды ашатын проекті деп ойлап келіп отырмын. TikTok енді бастап жатырмын. Негізі бұған дейін жүргізбедім. Бірақ инстада көбіне отырамын, Breaking Me деген өлең. Call me what you wanna, I will what you wanna, I will scare you 1,000 times. Yeah, funny for another, I wouldn't even bother, but I can do it all my life. So tell me if you wanna, 'cause I get the swimming, I wanna get playing, 'cause I can't believe it. You never send a few words like guys that were swimming, 'cause I get scanning far away. And I was thinking la 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 la. You're breaking me, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. You're breaking me. Өзің түпсіз терең тұңғиықтан жаралған, сонда жатыр менде жүрген орындалмас бар арман. Сенің көзің көкте күннен, жерде күнден нәр алған, шашың сенің жамбаспаған, жапандағы қар орман. Толықсыған тұла бойың, шекер мекен, тал мекен, бейнең сенің жаңа туған, жаңа жырай таң бекен. Күлкің сенің шашылған нұр, сөзің кәусәр бал мекен. Бұл жалғанда сенен асқан сірә біреу бар мекен. Барлықтарына қайырлы күн. Менің есімім Ағыбай Нұрсұлтан. Мен осы Казгу Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 2-ші курс студентімін. Мамандығым екі шет тілі. Өзім Қызылорда облысында туғам, яғни 7-ші класс оқып жүрген кезде музыкальный школды оқыдым және 11-ші класста бітірдім. Жоба туралы бүгін естідім. Инстадан көріп, группаластарым айтты, сол арқылы келдім. Не үшін келдіңіз? Менде негізі өнер адаммын, яғни өлең айтамын, би билеймін, сосын аспаптарда ойнай аламын. Өзім баян мамандығы бойынша бітіргем, музыкальный школда. Қызығып келдім. Үнсіздік әлеміңді жағылады, жалығып барады ма жанымыз.
Көңілім дауысыңды сағынады, жалғыз боп қаламыз ба тағы біз. Таңдауым өрт болып сен өзегімен, таусылып талғаныма әліміз. Алдады тағдыр бізді көнесің бе, жаны жоқ қалғаны тек тәніміз. Кінәсіз жүрек тағатсыз күтуде, айтылмады мүлде, жауабын күтуде. Таралып кеудем жабырқаулы күйде, өзгересің неге, өтінем сөйле. Менің есімім Әкімхан болады, Аязбекұлы Низамединов. Мен осы Ақтау қаласынан келген боламын. Алматыда Фабричный деген қаласында тұрамын, ауылында. Жаңаөзен деген. Ақтаудың Жаңаөзен. Ақсу шағын ауданындағы. Неден мұнда оқуға түстің ба? Жоқ, бұда деген тек осы тіршілікпен. Сияқты бітірдім. Ол жоқ. Колледж тек. Қай колледж? Өнер колледжі. Қай жерде? Ақтаудағы сол. Мамандық сол осы баянист. Бұнда өнерді тамашалаймыз ба? Болды. Келіңіз. Қысырымыз ба? Улаған қаны бар тұлпардан, табылар үміт болса, күн тусай басыма, мойыма, жасыма жігіт болса, тебіренше о гитара, жан серігім төгілсін күй тарып жаның тарықпасын, ән шарықтасын, қайранбасын, зәріппасын, көзіңді жұмбай қамықпасын, қалықтасын, қайранбасын, зәріппасын, көзіңді жұмбай қамықпасын, қалықтасын. Қайнаған қаны бар қалыңды, табылар үміт болса, шаттықты уыстан шығарма, туысқан жігіт болса, тебіренше о гитара, жан серігім төгілсін күй тарып жаның тарықпасын, ән жарықпасын, қайранбасын, кәріппасын, көзіңді жұмбай қамықпасын, қалықтасын, қайранбасын, кәріппасын, көзіңді жұмбай
жоммай қамықпасын, қалықтасын. Толғасын шартарап, тасы жете бірінші о гитара, қан серігім төгілсін күй тарып жаның тарықпасын, ән шарықтасын, қайранбасын, кәріппасын, көзіңді жұммай қамықпасын, қалықтасын, қайранбасын, кәріппасын, көзіңді жұмбай қамықпасын, өмірде сырласатын, сыйласатын, өзінше үн қосатын, сынаққа да сен үшін қарсы тұрып, бағындырып белесті қырдасатын. Бауыр керек өмірде жанға жақын, тек жақсылық жасауға қамданатын. Сыртыңнан жамандаса біреу сені, алданбай сөздерінен арланатын. Бауыр деген бір әлем, ауыл бөлек, бауырлар сөз жүгіңде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде әр адамға бауыр керек. Бауыр деген бір әлем, ауыл бөлек, бауырлар сөз жүгіңде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде әр адамға бауыр керек. Бауыр керек сырыңды ақтаратын, қуансаң бірге жүріп шаттанатын. Мұңайсаң көтеріп ап бір еңсеңді, әрқашан сеніменен мақтанатын. Бауыр деген бір әлем, ауыл бөлек, бауырлар сөз жүгіңде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде әр адамға бауыр керек. Бауыр деген бір әлем, ауыл бөлек, бауырлар сөз жүгіңде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде әр адамға бауыр керек. Өмірде әр адамға бауыр керек. Біздің кастингіміз әрмен қарай өнердің қара шаңырағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына жалғасын табады. Әрине бұл жерде өнерлі, талантты, дарынды жастардың бар екені сөзсіз. Демек біздің кастингіміз бүгін жоғары деңгейде өтетініне сеніміміз мол. Кастингтің ең қызықты сәттерін әдеттегідей сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Енді мен жоба туралы сіздерге қысқаша айтып кетейін. Әрі қарай сіздерге қызық болып жатса сұрақтар қоятсыздар, тағысын тағы. Толығымен біздің әлеуметтік желіні қарап танысқандар да бар, таныспағандар да бар деген сияқты дүние. Енді Алматыда әсіресе қазір TikTok хаустар өте көп, түрлі бағытта жұмыс істейді. Енді барлығы бір-біріне өте ұқсайды.
олардың енді форматы бірдей, барлығы осында коттеджде, хаузда тұрып, күн сайын контенттер жасайды, би билейді, трендтер түсіреді, немесе ютубта сериалдар жасайды, осы сияқты дүниелермен айналысып жүр. Енді біз қазір хауз форматын өзімізге алдық, бірақ толығымен қазақ тілінде контент жасайтын команда құрғалы жатырмыз. Біздің хаузда күн сайын осы Алматы қаласындағы басқа да қалалардағы блогерлер, тиктокерлер, актерлар және басқа да мобилографтар күн сайын келіп сабақтар өтеді, бізбен бірге контенттер жасайды. Сондай бір сіздердің тілдеріңізбен айтқан кезде бір шеберхана болып саналады. Осыған біз қазір команда жасақтап жатырмыз, 20 баладан тұратын. Бүгін енді осында боламыз, тағы да қызығатын балалар болса келіп қатыса беретін шығар. Қысқасы осы жоба бойынша айтатыным міне осылай болады. Сұрақтарыңыз? Есімім Қабдиев Нұрбек. 2002 жылғымын, жасым 20-да. Атырау қаласынан боламын. Жүргеновте эстрадалық вокал бөлімінің 1-ші курс студентімін. Атырауда Жұлдыз Қалидос Мұхамедов атындағы лицейде оқыдым. Оны бітірдім 2019 жылы. Содан кейін Республиканский эстрадно-цирковой колледжге түстім. Эстрадалық вокал мамандығын 3 жыл оқып бітірдім. Енді Жүргеновке түстім. Қандай конкурстар жеңдіңіз? Осы жылы Алмаю Music Awards деген, Voice Awards деген конкурсқа қатыстым, бірақ ештеңе ала алмадым. Мені сол кезде Йоло Хаустың продюсері көріп қалды. Сосын мені шақырды. Хаустарына бардым, тикток түсіріп бастадым. Сосын мен выпускной курс бітіруші түлек болғасын, мен сабағыммен сәйкес келмей қалды да, мен бара алмай қалдым. Біздің проектке қызығушылық өзім тикток желісін қатты жақсы көретін болғандықтан өзімнің аккаунтым бар. Сонда көптеген видеолар түсіріп тұрамын, ән айтамын, билеймін де, соны дамытқым келеді. Қанша тиктокта оқырман бар? 1300-дей. Номер бірге дайындайсың? Иә. Сосын әннен бөлек биді дайындайсың? Олай да болады, просто, негізінен әнді де, сол биді де ішінен бірге көрсетейін деп тұрып. Сәлеметсің. Менің аты жөнім Сезім Тусупхан, 18 жастамын. Сарыағаш, Тусупхан. Қызылорда қаласында туып өстім. Қазіргі таңда осы Алматы қаласында тұрып жатырмын. Отбасыммен бірге. Чайковский атындағы музыкалық колледжін бітіріп, 4 жыл оқып, осы жаққа түстім. Эстрада вокал 1-ші курс бөлімінде оқимын қазіргі таңда. Жобаға қандай қызығушылық бар? Мен өзім негізі тикток түсіргенді қатты жақсы көрем, всегда тикток көрем. Сол үшін қатты қызығушылығым болып тұр. Басқа да кастингтерге қатысып жүрсіз ба? Академия келгеннен кейін? Жоқ. Енді қарастырып жатырмын. Жақсы. Есімім Аялан Муканов болады, эстрадный вокал 2-ші курс студентімін. Камерамен деген жұмысым бар, көптеген байқауларға, проекттерге қатысқанмын, әншілермен ән шырқағанмын. Ау? Эстрадный вокал, әнші. Әнші? Хорошо. Қай курс оқимын деді? 2-ші. 2-ші курс. Не, әлеуметтік желіде қандай? Әлеуметтік желіде инстаграмым бар, тиктогым бар. Инстаграмда 3000-дай подписчигім бар. Тиктокта өзімін эксперимент жасаған болатынмын. Неше түрлі контенттер түсіргенмін. Контент негізі сол ән бағытымен бірінші. Өлең айтып, кавер жазып, одан кейін жұмыс контенті. Бір жұмысқа кіріп, сол жұмыс туралы халыққа айту, жеткізу, қызығушылық тандыру. Одан кейін осы көктемде, осы жылы мен метрода, сосын общественный транспорт дейді ғой, сондай жерлерде ән шырқаған болатынмын, соны тиктокқа салған болатын. Сол видеолар жақсы өткен рекомендацияға. 50 000-дай просмотр жинаған болатын, сол контент бағыт. Жоқ, минуспен, сосын оператор,
3 бала, 2 бала көп емес. Солай біраз дамытылады. Иә. Бірақ қой кеттің ойнайды. Одан кейін тастап кеттік. Неге? Оқумен байланысты оқу. Оқуға көп уақыт керек болды. Жоқ, қысқылған жоқпыз. Жақсы. Қазір не орындап бересің? Қазір қазақша ән орындап берсем. Алға, ұмтыл тек алға қойған мақсатқа, қолсыз еш тайынба сен. Алға, армен ақтыңға, үміт, міндет арқала, қолсыз армандарға сен. Болашақ жарқын болсын, үмітпен толсын, жетелейтін бізді тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, қол ұстасып таң қалмай, жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, қол ұстасып таң қалмай, жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге. Я билеймін. Бар ма дайын? Қазір дайын би жоқ. Тағы да бір нәрсе көрсетіп жүрсем ренжімесеңіздер, өзім негізі пародиямен қызығушылығым бар, иә. Қазір бір дауыс салып берсем. Уважаемые казахстанцы, поздравляю вас с 2023 Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы никто не болел. Спасибо всем большое. Рахмет. Халықтың дауысын салады. Әзірше осы шығар пока. Жан-жануар саласың ба? Ау? Жан-жануар дауысын саласың ба? Жоқ, оны жаңа ғана бастап келе жатырмын өзім. Үйреніп кетесің. Иә. Қызығушылықтан. Жақсы. Осы жоба келіп қандай контенттерді салуға ойлайсыз? Негізі қазір тиктокта өзім байқаймын, інілерім, қарындастарым бар кішкентай. Осы тиктокқа кіріп неше түрлі видеолар қарайды. Осы көктемде ютубта қырғыз блогерлардың каналы шыққан болады. Андай детский, развлекательный өлеңдер түсіретін. My name is Чики, вот. Қырғыздың балдары. Өзім де ойлағам, егер біз Қазақстаннан сондай балалар шығып, тиктокқа сондай контент салса, қазақша өлеңдерді андай детский әндер қылып шығарса, қызығушылық тандырады ғой қазақтың балаларына. Қазақ тілін үйрене сол тиктоктан қызығушылық болады. Өйткені қазір өзімнің қарындастарым, інілерім бар, орысша сөйлейді көбісі. Өйткені сол тиктокта орыс контенті көп. Сондай өзімнің ойым. Жақсы, рахмет. Сізге рахмет. Саламатсыздар ма? Менің атым Айнур. Айнур. Айнбекова Айнур. Петропавл қаласынан боламын. Жасым 21-де. Сол. Ән айтамын. Қандай мамандық оқисыз? Эстрадный вокал. Қай курс? Екінші? Екінші курс. Мектеп педагог түстіңіз ба сонда? Колледж? Жоқ, менде музыкальное образование вообще жоқ. Музыкальное образование болып дейсіз бе, жоқ дейсіз бе? Жоқ. Жоқ. Осы жоба туралы білесіз ба, иә? Ну так, слышал поверхностно. Бізде TikTok жоба, осыны дамытқымыз келеді, сол үшін балаларды іздеп жүрміз, қызығушылық бар ғой соған, иә? Иә. Күндер жаңғырар, күнәсіз біреу қамығар, аңсап зарығар, көздерім мұңға жалынар, күтіп жырақтан сүйіп ұнатқан, көздерім жұмып сағынар, ойлап алысқан, қоршап алысқан. Ай, ай, асыл жаным ай, айдын
answer mine. Doesn't sound of mine. I don't know the night. Вот. Могу и на английском спеть. Давайте. I remember when, I remember when I lost my mind. There was something so special about our place. You and your emotions had an echo, so much space. But when you're out there without care, yeah, I was all touch, yeah. But it wasn't because I didn't know, I know. Just knew too much. Все. Неге сізді грантқа түспедіңіз? А потому что у меня нет музыкального образования. Сол үшін түсінбедім. Қайда айтасыз концерттерге? Я сейчас, честно сказать, чуть волновалась, и поэтому как-то вообще ужасно вышло. Ну ладно. Короче, знаете, что я способен на большее. Знаете, что я способен на большее. Вот. Мен ән айтам. Қазір я вообще работаю, так как учеба платная, проживание. Я работаю в ресторане. Помимо этого, иногда в бенды там куда-то зовут, выступаю. Недавно вот участвовала в этом Барбалайк. Там я Барбалайк. Ага, Барбалайк. Да, там работала, пела тоже. Вот. А ресторанда бендтермен? Я. Тикток жүргізесіз ба? Жүргізбеймін. Инстаграм? Особо тоже жүргізбеймін. Тағы неге қызығасыз? Актрисалыққа қызығасыз ба? Тиктокқа қызығасыз ба еще? Нет. Тек әнші болғыңыз келеді? Да. Мұнда өзіңіз қас қой, иә? Құрбылармен. Құрбылармен. Отбасыңыз Петропавлда? Иә. Ата-анам Петропавлда. Айнұр Еңбекова. Ага. Жақсы? Тағы айтатыныңыз бар ма? Тағы айтатын ойыңыз бар ма? Болмайды. Вообще, неге осы жобаға қатысу... Почему я хочу попасть на этот проект? Кішкене қазақшамды жақсартыруға. Лучше свой казахский. Ну и в целом, как и все, мы тут учимся для чего в этой академии? Также для популярности, развить свой Инстаграм, развить ТикТок и чуть-чуть приобрести какую-то медийность. Я думаю, все мы тут за этим. Вот, собственно, вот так вот. Рахмет, Айнұр. Сізге рахмет. Кей-попқа қызығатын болғандықтан бола ма? Қаршы. Конечно, болады. 5-4 минут или секундтық выступление болады. 4 минут қысартамыз ғана или пол қоямыз ба? Телефон іште бір соңжады бива. Давай. Көреміз ғой, ә? Қарайық. 사랑했지만 내가 부족했었나 봐 혹시 후회가로 그새 넌 날겨나서 넌볼 수 있을까 하루하루가 불안해져 네 모든 길 갈수록 희미해져 사진 속에 너는 왜 이렇게 맑아 오는데 우리에게 달아오는 이별을 모른 채 뻔할 수 없는 난 욕심이 집착이 된 뭔가를 혹시 일어날 때면 힘들었니 아무 대답 없는 너 바보처럼 왜 너를 지우지 못해 넌 저를 보내는데 너에는 거의 날 만지러서 저는 손끝까지도 여전히 너를 뺏으지만 너는 불꽃처럼 다 들어가 버린 다른 손끝까지도
Пауза арасында. Like a chef on a 5-star Michelin, me a John John 축하는 보여 illusion. 주는 가사 너냐, 모내게 삼나. 간판 좀 참았었다, 사자 on love. 허리야 밴 머릿속을 들어. 불주를 가 쿵쿵다라는 사실 그래 그건 없어. 그 속에서 카메라는 새롭게. Because what I'll never find good but it's something on 내 새로운 너 잡고는 소리고 잠깐 다가갔다 해도 결국 다시 잡게 돼. 여기가 쉽지 않은 내 지금부터 싹 다 입맛에도 들어봐라. 툭툭툭툭툭툭 이런 거 깊긴 있어. 펴툭툭한 걸로줘. 뻔하게 또 love. 좀 내가 느낌이 있으면 알았어 내게 팔이 돼. 넌 나를 지켜 느껴보려 해. 사측은 썰어니 사측은 썰어니 마차 하다듯이 비는 많이 비례네. Look at me, look at you. 누가 다 아플까? You're smart. 누가 you are. 때문에 꿈을 꾸르게 그냥 so sorry. 누가 you are 나 어떡해. 과연 그냥 견딜 수 없어. 살아 그래가는 채 사랑의 숨도는 끊어 약했어. Let's kill this love. Yeah. Ram-pa-pam-pa-pam-pa-pa. Let's kill this love. Ram-pa-pam-pa-pam-pa-pa. No matter if you love me or hate me, I would have been me, you know no leave me. Hasta pausa. I'll play it on repeat. Do it for me, almost never. Play, you wanna be. I'm sitting time to know what's in your life. Don't set me free, on the play won't repeat. Da-da-da-da. Play, you wanna be. Da-da-da-da. On the play won't repeat. қазақша ән бар менде, бір куплет бір қайырма, иә? Иә. Мынау бір полный выступлениесі ғой, группаның соның жастар. Жоқ, ішінде жалпы Жаңа қойған бір. Жаңа қойғаным, иә, әртүрлі корейский әндердің миксі өзін қолданып бүйтіп. Өзің құрастырдың ғой, иә? Хорошо. Алқынып ұшатын көңіл ай, өзгерместей көрінетін баянсыз 5 күндік өмір ай. Тасқын болып тасып тұрған азық жағалдардан аңдамай, әлденеге астық аттың шилігі басыма шалғанай. Өмір өзен ағады әттен, өкініштің алауы жанымды өртеп барады. Өмір өзен ағады әттен, менің жаным жаралы, қай жағада қалады.
Рахмет. Рахмет саған. Рахмет. Сен бізге даныларды қалдырдың иә, Аха. Номер телефон әлі берген жоқсың иә? Жоқ. Жақсы, қазір Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Рахатқызы Зеңгір. Жасым қазіргі сәтте 17-де. Талдықорған қаласынанмын. Екінші курс музыкалық театр әртісі Есімхан Обаевтың шеберханасында білім алам. Қосымша домбырашымын, гитарада ойнаймын, азырақ фортепианода ән айтам, бокс, сосын атқа мінгенді жақсы көремін. Ау? Рахмет. Сіздегі қайраттансыз негізі? Талдықорған. Не? Аккаунттар жүргізесіз ба? Жүргіземін, иә. Қандай? TikTok, Instagram. Instagramда енді прям андай контент қылып жүргіземін деп айта алмаймын. Өзіме ұнайтын нәрселер салам, кавер салам, фотоларым салам. Сол. TikTokта енді TikTok менде более Instagramға қарағанда дамыған, кішкене көбірек оқырман бар деген сияқты. Ол жерде көбінесе сол гитарамен ән айтып салам. Одан кейін шығып атқан трендтардың бәрін билеп сала беремін. Қанша уақыт болды? Қанша оқырман бар? TikTokта 12.500. Бокспен қазір айналысасыз ба? Дәл қазір сәтте айналыспаймын. Кандидат мастер спорта. Қазір ән орындайсыз, иә? Өлең оқиын. Өлең оқиын. Ән айтасыз, иә? Ән айтам. Мұқағали Мақатаев, бұзылған үй. Тәкаппар таулар жатқан жан жағында, барып қайт салқын жайлау Малдауылға. Бір жер бар Қарасаз деп аталатын, көресің жолың түсіп барғаныңда. Көресің көк орманнан жылғаларын, мөп-мөлдір қайнап шыққан тұнбаларын, жылғаның жағасында бұзылған үй. Сен соған ей жолаушым, бір қарағын. Кес-кестеп, кісі жолын торымаған, осында тірлік еткен момын адам, қаншама тырбынса да шаруаның дәулеті бір-біріне қорымаған. Өмірде өзін-өзі құл көріпті, киіпті ауыстырмай бір бөрікті. Байғұстың барша жұрты тілек-тілеп, үйіне тұңғышы боп ұл келіпті. Той жасап, торқа төсеп шабылмаған. Демек тойдың жабдығы табылмаған. Өмір дейтін өзгермес мекеменің алдында әжем мені қабылдаған. Кейін әкем ел жұртын басқарыпты. Қашанғы жарғақ бүркі тасталыпты. Жылғаның жағасында бұзылған үй, ғұмырым осы жерден басталыпты. Сен өзің айтасың басқан? Не айтамын? Қандай ән айтып? Білмей тұрмын соны. Фамилияңыз кім? Рахатқызы Зеңгір. Көзімнің қараса, көңілімнің санасы бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Жырлайын, жырлайын, ағызып, көзім айын айтуға келгенде
халқыма сөз даян. Нұрбек, жалпы біздің мың бала жобасының кастингінен әрі қарай өтіп жатсаңыз, яғни біздің жобаға қабылданып жатсаңыз, қандай ұсыныстарыңыз бар қазақ тілдегі контенттерді көтеру мақсатында? Қазақ тілдегі мен өз ойымша тиктокта болып жатқан әртүрлі тренд контенттердің әртүрлі америкалық, кәрістік, орыстардың шығарып жатырған жаңа трендтерін біздің Қазақстанға алып келіп, солардың жақсы жақтарын алып, тек қана өзіміздің Қазақстанға келіп, ары қарай дамытуға болады деп ойлаймын. Жалпы енді өзіңізге қай тілде ән орындаған оңайырақ? Мен өзім эстрадалық вокал мамандығында оқып жатқан үшін, мен үшін әртүрлі тілде өзімнің жаныма ұнайтын тілде әнде айта бере аламын деп ойлаймын. Жалпы Қазақстанда сіздер секілді талантты жастарға көңіл бөлінуі қалай? Сіздің көңіліңізден шыға ма? Иә, себебі біздің Қазақстан өте жақсы дамып келе жатыр. Осы соңғы 5-6 жылдықта әртүрлі басқа мысал алатын болсақ, кәріс побынан біздің Q-pop деген пайда болды. Сондықтан біздің Қазақстан өте дамып, тек қана баяғы және де халық әндерін алып келе жатып, халық әндерін жаңартып, әртүрлі жаңа стильде, жаңа жанрда жазып келе жатқандықтан менің көңілімнен өте қатты шығады. Жалпы ән айтудан басқа қандай дүниелермен айналысасыз? Ән айтудан басқа өзім жалпы сурет саламын, бимен айналысам деп айта алмаймын, бірақ өзім хоббиім билеу, тикток түсіру әрине, әртүрлі фильм, сериалдар көру. Енді қазіргі таңда жастардың арасында белсенді қолданылатын ол әлеуметтік желі тикток желісі. Енді тикток желісіндегі қазақ контенттеріне көңіліңіз тола ма? Тикток желісіндегі, иә, толады, себебі мен жаңа айтып кеткендей, біздің қазақстандық контенттер өте жоғарғы чарттарда, жоғарғы топтарда шығып келе жатыр. Мысалы, әртүрлі хаустарды алатын болсақ, олар америкалық тренд контенттердің бәрін жарып шығып, миллиондаған просмотрлар жинап, 10 миллиондаған лайктар жинап, әртүрлі жақсы жағынан көрініп келе жатыр, маған ұнайды. Жақсы, Нұрбек, шығармашылық сәттіліктер тілейміз. Тек алға.